Достар, бүгін біз қорқынышты анимация түсіреміз. Ал кеттік. Әкем маған дүрбе сатып алып берген еді. Мен түнде терезелерге қарап тұруды жақсы көргем. Сондықтан сол дүрбемен қарап тұрған кезде бір үйдің светі өшіп жанып батты. Мен свет жаны өшті. Әлі де тұрды, солай тұрды. Сосын мен жақындатып қарағанда, ол жерде бір қыз шашын тарап атты. Мен қатты жақындатып қарадым. Содан кейін біраз сағаттар өтті. Содан кейін түріне қарап қалды. Содан кейін ол көзі бір түрлі, азық, қайсық, шашы дұрысталма, қол жүн бір қызды көрді. Содан кейін ол өте қорқынышты болды. Сосын свет қайтадан өшіп жанып, ол өрмек сияқты кетіп қалды. Содан соң тағы бір свет өшіп жанып тұрды. Және сол жерден жаңағы қыз шықты. Қайтадан өрмекші сияқты шығып маған қарап тұрып кетіп қалды. Содан кейін ол кәмеме келетінін білдім. Айтқаным дәл келді. Сосын подъездің астында свет өшіп жанды. Ол подъездің астында. Сосын бір өрмек сияқты тағы бір жүрген біреу келді. Ол жаңағы қыз болды. Содан кейін мен одан қатты қорқып, астыға қарай жөнелдім де қарадым. Баспалдақтың астына қарадым. Сосын жаңа қызды көрдім. Ол маған қарап тұрды. Ол менің үйіме келді. Мен одан қатты қорқыттым. Ол қазір не істейтінін білмедім. Сондықтан мен оны неғып келген білмеймін. Достар, видеоны лайк. Ал сау болыңыздар.